жоқ деп айта аласың ба адамдарға? Или барлығына я деп соңында өз-өзіңмен қырылып жүресің ба? Қалай жоқ деп айтып үйренеміз? Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Менің есімім Абдрашид. Бүгін біз сіздермен жоқ деп айтып үйренеміз. Біз мына нәрсені түсіну керек. Ол сен бір өте бір мейірімді, өте бір керемет адам болғандықтан емес, өзіңді жоғалтып алудан қорыққаннан жоқ деп айта алмайсың. Бала кезден жоқ деген сөзді біз дұрыс емес қабылдап үйренгенбіз. Жоқ деген кезде сен ол адамға жоқ деп жатқан жоқсың. Жоқ деген кезде сен өзіңе жоқ деп жатсың. Жоқ деген кезде сен өзіңнің мақсаттарыңа, өзіңнің болашағыңа, өзіңнің арманыңа жоқ дегендей боласың. Сондықтан жоқ деген дүние ол сенің денеңмен де сезіледі. Ол прям денеңнен бір удар келгендей, тоқпен ұрғандай сезіледі. Ой, айта салсай жоқ деп деген дүние өтпейді адамға. Жоқ деп айту үшін адамға жоқ деп не үшін айта алмай жатқанымызды түсінуіміз керек. Жоқ деп айту қауіпті. Бізге жоқ деп айтқызбай үйреткен, өзіміздің жеке шекарамызды қорғатпай үйреткен, барлық жерде я дей бер деп үйреткен, ұят болады деп үйреткен. Әрине, ұяттың өзінің бір орны бар. Егер сен жоқ деп айтпай, түбінде оны істемей, өтірік айтып, быт-шыт боп, барлығын созып, түбінде дым істемей, или істесең де алап жақ қылып, әйтеуір жартылай болса болды, болмаса болды істеп баратын болсаң, ол одан да ұят болады. Сондықтан жоқ деп айта салған негізінде өзіңді білесің, өмірде қайда бір өміріңді жеңілдететін дүние. Оны бір дұрыс түсіну керек. Қараңыздар, жоқ деп айта алмаймыз, өйткені ми үшін ол қауіпті дүние. Ми жоқ деп айтқан кезде ана адамнан айырылып қалам ба деп ойлайды. Ана адамды ренжітіп алып, ол мені тастап кете ма деп ойлайды. Егер мен жоқ деп айтатын болсам, ол адам мен туралы жаман ойлап қала ма деп ойлайды. Сондықтан жоқ деп айтуда емес проблема. Проблема мен ешкімге керек емес болып қалам ба деп ойлауда проблема. Сондықтан мына нәрсені түсіну керек. Сен адамға өзіңнің пайдалы кезіңде, өзің шынайы кезіңде керексің. Қасыңдағы адамдар сенің шынайылығыңды бағалайтын болады. Егер сен шынымен істемейтін болсаң, сен жоқ деп айт, бірақ міндетті түрде әдепті жеткіз және не үшін жоқ екенін міндетті түрде жеткіз. Мен саған бір шеңбер берейін. Енді ол түбегейлі психологиялық жұмыс қой, бірақ мен өзім мысал үшін жоқ деп айту үшін мына шеңберді қолданамын. Мен жоқ деп айтқан кезде, ол жоқ деген мен үшін бір ақталған болу керек, бір оправданный болу керек та. Сол үшін жоқ деп кімге айтамыз? Егер ол нәрсе сенің бір құндылықтарыңа келмей тұрса, мысал үшін харамға сені тартып жатыр, жаман жерге барайық деп жатыр. Ондай нәрсе болатын болса, сенің дініңе, сенің біліміңе, сенің өміріңе зиянын тигізетін жер болатын болса, ол жерде жоқ деп айтпау, вот сол ең ауыр дүние. Жоқ деп айтпау, міне сол сені күнәға кіргізеді. Ол жерде жоқ деп айту қайта сен үшін қайырлы болады. Егер ол нәрсе сені жамандыққа итермелейтін болса, жоқ деп айту, ол жерде саған наоборот, сені адам ретінде қалдырады және сені бір үлкен бір дұрыс белестерге жұмсайды. Келесі мәселеде сенің қолың тимей жатса, шынымен басқа істерің бар болып жатса, жұмысың бар болып жатса, енді приоритет дейді ғой, Мысалы үшін дәл қазір орындау керек, басқа адамның ақысы тұрған жер болатын болса, ол жерде внезапно кірген дүниеге жоқ деп айта аласың. Бірақ ол жоқтың артында міндетті түрде түбегейлі жоқ емес, кейін орындап берем. Қолым тиген кезде хабарласам деп айтып, одан кейін қолың тиген кезде шын хабарласатындай болсаң, онда жоқ деп айту сен үшін бір пайдалы хикмет болады. Қазіргі заманда жоқ деп айта алған адамды негізі бағалайды. Жоқ деп дұрыс айта алған адамды бағалайды. Ол бекерден бекер бет алды, әшейін үйде жатып жоқ, әшейін қаламаймын, мен істегім келіп тұрған жоқ деген нәрседен емес. Ол шынымен істей алмағандықтан, шынымен бір қолынан келмегендіктен, болмаса уақыты жетпегендіктен, болмаса оның зейіні жетпегендіктен жоқ деп айту. Мысалы үшін сабаққа дайындалып жүрген бала үйді жинамауға шартты ма? Жинамай жүре ала ма үйді? Жүре алады. Өйткені оның мына жақта приоритеті бар. Сабақ деген приоритеті. Осы жерде ата-ана түсіністікпен қарау керек. Баланы лишний нәрсемен нагружать етудің керегі жоқ. Сабақ дайындалып жатқан кезде бала сабақпен шолу керек. Тек қана сабақпен болу керек деген сияқты ғой. Сол сияқты бала егер өзінің бір тірлігімен, өзінің жасап жатқан жұмысымен, өзінің бір ертең үлкен, орасан зор өміріне, самооценкасына пайдасын тигізетін дүниеде егер бала саған жоқ деп айтып жатса, бір майда шүйде жұмысқа, онда істей сал, еш нәрсең кетпейді. Ал егер жоқ деп айту мәселесінің артында ешқандай ақталатын мәселе болмайтын болса, егер ол сенің эгоизміңнен шығып жатса, егер жоқ деген сөз әшейін сенің жалқаулығыңнан шығып жатқан болатын болса, онда ол шын мәнінде ол жерде жоқ деп айтпағаның дұрыс болады. Егер сені бір жақсылыққа тартып жатқан болатын болса, егер сені бір сені өсіретін, сен туралы ойлап тұрған амалда болатын болса, онда сол жерде жоқ деп айтпауың керек. Сол жерде я деп айтуың керек. Мысалы үшін қара, нәпсіні тәрбиелеудің жолы қаламаған кезіңде, мысалы үшін спорт, бір өзіңді
мектепте тұрғызу, кітап оқу деген бір андай өзіңді дамытатын мәселеде өзіңе я деп айта алу, міне осы жерде нәпсіні тәрбиелейді. Именно осы жерде сен өзіңе жоқ деп айтасың. Сен спортқа жоқ деп айтасың. Сен өзіңнің өміріңді дамытатын кітапқа жоқ деп айтасың. Рухани дамуыңа жоқ деп айтасың. Сен жоқ деп айта алмаймын дейсің. Айтасың ғой сен жоқ демейсің ғой мына мәселелерді. Сол үшін осы жерде я деп айтып үйренетін болсаң, мына жерде я деп айтып үйренетін болсаң, онда сені кер тартатын дүниеде, қалап тұрған мәселелерде, күнә мәселелерінде, сені артқа тартатын мәселелерде сен міндетті түрде жоқ деп үйренесің. Сондықтан мына формуланы қолдан. Сен бірінші өзіңе я деп үйрен, сол кезде сен керек емес дүниелерге, өзіңе зиян тигізетін дүниелерге жоқ деп үйренесің. Ал егер сен өзіңе жоқ деп үйренетін болсаң, онда сен сыртқы әлемге әрдайым я деп жүресің. Ол нәрсені өзгерте алмайсың. Адам екі жаққа да жоқ деп айта алмайды.